Видео сөйлесін біздің. Мұнда бірінші видеоны көріп алайық. Жиналдық қуанышты шақты қосып, ерекше шын қуанып шат бөлісіп. Алланың қалауымен бүгін міне біздің үйден барады аққу ұшып. Қуанар да шаттанар алған келін, бақытты бол әрдайым қарған менің. 300-дің басын қосар үлгілі деп, мақтап жүрсін өзіңді барған жерің. Оң аяқпен аттай қой босағасын, құрметте де сыйлай біл отағасын. Ұрпағыңды жалғайтын кішкентайлар, босанудан қолың еш босамасын. Артыңа қарайлама жалтақтама, есіңде болсын қызым артаптама. Етегіңнен жұлқылап анашым дер, артыңнан іңгәләсін бір топ бала. Той иелері Әлібек, Дариға. Өте қуаныштымыз. 14 мамыр үкілі Ақерке Сырғалым атанды. Енді бұйырса өзінің жолымен ұзатылады және Бекзаттың алақанына, Бекзаттың әулетіне, шаңырағына бақ құсы болып қонады. 14 мамыр. Өте қуаныштымыз. Әйтеуір күні белгіленді. Енді Құдай бұйырса ешқандай жағдайлар орын алмай, аман есен ұзатылып кетіңіз. Бекзат? Диана ханым, мен кәдімгідей қуанышымнан өзімде бірінші рет көрдім кәдімгідей. Бірақ білемін Бексұлтан. Бексұлтанның дауысын бәріміз таныдық. Көп рахмет Бексұлтан. Сөздері де, мағынасы да барлығы ұнады. Сол бұйырса енді 14-ін асыға күтудеміз. Келесі айдың 14-і уже Таразға барып ұзату болады. Оған Хамода барады. Хамоға айтып жүргем ақырындап енді дайындала бер, бірге Таразға барамыз деп. Енді 14-і баратын болды ғой. Жанахан, айтшы Хаму. Жана ханым, енді құттықтаймын сендерді шын жүректен, прям қуаныштымын. Осы күндердің бір жылдай күттік қой уже, бұйыртса. Енді мен негізі Қосылайық жобасында екінші рет күйеу жолдас болайын деп жатырмын, Жана ханым. Біріншісінде Темірланның тойында болғам, Өскемеңгейдің барып, полный жаңағыдай тойына басына аяқ болып, енді бұйыртса енді Өскеменнен Таразға көшеміз. Алла қаласа сендерде жақсы бір үлгілі еліміздің бетке ұстар отбасының біреуі болыңдар. Бұйыртса Таразға барамыз енді. Жігіт жақтан мен күйеу жолдас болып тұр, мен қыз жақтан қалай болады? Қыз жақтан жолдас Айнұр. Айнұр? Иә. Куснатова? Иә, Куснатова Айнұр. Өзіміздің Айнұр. Өзіміз екен ғой онда. Иә. Жана ханым, сіздер әйтеуір той үстінде ұрысып қалмаңыздаршы бір-бірлеріңізді қызғанып. Осы мен бұрын көрермен болып отырғанда алдыңғы жылында келемін, осы Бекзат әкемен Ақерке маған жүзде ұнамайтын еді, негізі бар ғой. Кім ұнамайтын еді? Екеуі де? Бір андай бір не істейтін, сенбейтін бір пранктары болды, несі болды. Мыняқа келгеннен кейін жаңағы мен бұл екеуінің кәдімгі бір фанаты болып қалдым. Өте бір-бірін дополнять етіп отқандар ше, кәдімгі көрініп тұр. Осы күнге дейін ортаға шығып бір тәтті әңгімеден тәттің уже молодцы, қарасаң семейный подаркалар кетіп жатыр ғой, уже болашақ. Бекзатта бас істейді, ноутбукты біледі ғой, по-любому қайқа келетін, үй жаққа келеді ғой. Красавчик болды. Өте ақыл жігіт қой, бақытты болыңдар. Енді бұл ұзату той, Ұзату? Үлкен той студияда, біз жақ той. Бізде қашан болады? Студияда бұйырса қашан болады? Ол белгілемеңіздер ма? Студияда оны бұйырса сол сіздермен, одан өзім үйшімен, мамамен ақылдасып. Бірақ 5-ші ай асығыс болып кететін шығар, мүмкін 6-ші айдың басында, немесе 5-ші айдың соңында. Мамырдың соңы. Студияда ма? Соны сол ақылдасып әлі, ол енді оны нақты шешілген жоқ, ол да бірақ уже нақты шешіледі. Әлде бірден ізін суытпайды, осы студияға алып келіп, той жасап жіберуге болады. Сол ғой, Диана ханым, мен сіз айтқаннан кішкен бір тіл оққам деп па, менікі тез ғой, Диана ханым, мен асығыспын үйленіп. Сол үшін ізін суытпайық. Үйленіп, үйде, қасымда отын жатпаймын. Бұйырса онда ақылдасайық, одан кейін ұзатудан кейін тезірек, көп созбай, осы студияда үлкен той. Сонда сіздердікі жаңа жылдан кейін той көрмей кеттік қой. Зухра Бексұлтан, Нучон Айжан болып кетті. Асхат Жұлдыз болды. Одан кейін сіздер, ізбасарлар бар. Одан кейін біз? Сіздер? Бұйыртса аха. Аха дегенде неге сенімсіз айттыңыз? Аха деп. Уже ұрысып отырық қой Диана ханым. Бәсе. Айтшы, Ерасыл, көрдің ғой? Ерасыл көрді, сразу ұрысып қалды. Айнұр деп едің, бітті. Мына жақ деген қырып жатыр мені. Мынандай ғой Диана ханым, бұл жақта ұзату сендерде? Иә. Таразда ұзату болады 14. Бұл жерде?
бұл жерде той болады. Сен Беташар, тойың ба? одан кейін Беташар, той, аха. Ізбасардікі бояқ айтпайды екен. Біздікі жоқ, алтыншы ай ғой шамамен. жоқ, ол жақтікі ұзату ма еді, беташар ма еді? Ұзату. Ұзату. Үлкен тойға бәріміз бармаймыз ба құланға? Диана жақтан тоже ұзату, иә, біз жерде. Оны білмеймін, оны сіздер бізге әлі айтпадыңыздар. Сіздерде қандай той? Ата-аналарыңыз таныс емес. Жоқ, Екі жоқ. жақтың ата-анасын таныстырмадыңыздар. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой Диана ханым. Бірінші таныстырыңыз, одан кейін ақылдасамыз. Енді ол жағын жақындап қалды, кейін айтамыз, ал не айтайын деп отырмын, ә? негізі Хамосол, мен айтайыншы былай саған, егер де енді Дианадан кәдімгідей сезіледі, сені қатты жақсы көреді. Сен де егер шынымен де болашақ жарын ретінде көрсең, саған айтайын, бір ертерек таныстырып, бір-бірлерін тәтті шай болып әрекет жасап, осы қызды алып, осы қызбен тоқталсаң, негізінде кәдімгідей екеуі Жаман жігіт болмайсың. жақсы боласыңдар. Ал Дианаға мен ойлап отырмын да, жаңа жыл дедіңіз ғой, жаңа жылдай болды. Мен жалпы үйленуге ұсынысты тура осы күні салдым. Қарап отырсам, танысқаннан кейін 3 айдан кейін уже үйленуге ұсыныс жасаппын ғой негізінде. Иә. 3 айдың Сіздерді өте жылдам болды барлығы. бір ай ма, 1,5 айдың ішінде жұп болуға ұсыныс жасадым. Одан кейін ар жағында 1,5-2 айдан кейін уже үйленуге ұсыныс жасадым ғой. Себебі мен негізінде Ақеркемен танысып, көрген кезде барлығын айтым, көбісі таңғалды. Максимум 2 аптаның ішінде мен уже ұққам. Менің болашақ жарым. Маған керек қыз осы, уже болашақ жарым ретінде көрдім. Мамаға да сол кезде негізінде айтып жүргем, уақыты келеді танысасыздар деп. Мама да сол бастан бері қолдап, әлі күнге шейін Ақеркен сөзін сөйлеп, әлі бізді қолдайды. Негіз мамама да көп. Бұл Хамрақұл мен Диана жаққа қарай айтылған сөз ғой. Біз 3 айдан кейін үйленуге сөз салдық деп, бұйырса сөз салу. 3 ай келе жатыр ғой Диана ханым, сол. Енді бұйыртса шын керек, мына жерде негізі отқан әрбір бойдағы қыздар мен бойдағы жігіттер осындай үйленейін деп жатқан адамдарға қарап мотивация алып, солай бәрі бірінен кетін бір үйленіп кетсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Енді мен Ақерке мен Бекзатқа айтқым келіп отқаны, мына жерде бойдағы қыздар мен бойдағы жігіттерге екеулеріңнен бір жақсы кеңес, ақылдарың болса, мысалы ұрыс керістері бар, бір-бірін табу дегендер, сол нәрселерден қалай тезірек өту және де сол арақатына сақтап қалу деген сияқты. Мен енді ақыл емес, бірақ бір ойым, өзім соны ұстанам. Жақсы көрем ба? Ешкімге қарамай, ұялмай соны айтып, саған қыз қалай ұнайды, солай қабылдап, мен өзімде сондай, мен андай тығылып инстаграмнан қарап, одан кейін былай келген кезде маған андай иманды, нандай қыз керек деп емес, қалай бар ойымдаған солай айтам. Өйткені тығылып инстаграмнан қыз қарамаймын, жанымдағы қызды қараймын, жанымда сүйді. Қалай бар, солай ұнайды, соны айтсаңдар, одан кейін сендерге кім намыссыз деп айтады, либо қызға сен бірінші білдірдің анамны, оның барлық қалады. Өйткені өмір сүретін екеуің ғана да, сол бір таңдау жасап, сонымен до конца барсаң, андайды сезінсең, ай осы мені түсінеді, мен мысалы мынандай бизнес бастасам, осы қыз мені қолдайтын сияқты, бірге дамып өрбейміз деп, соны көре білсең, қыз да негізі сен жақтан бір нәрсе сезсе, вот сол уже бір мастер-классқа отырғандай болып қалдық, иә, барлығымыз. Қысқасы енді өте қуаныштымыз сіздер үшін. Бұйырса, осы студиядағы тойларды да сағынып қалдық қой, әбден. Көрермендер де сіздер үшін қуанып жатыр деген үміттемін. Енді Ақерке бұйырса, аман есен ұзатылып, осы студияда үлкен тойда қауышайық барлығымыз бірге. Бекзат, сізге рахмет. Ақеркені осылай соңына дейін күресіп, өзіңізге алып жатқаныңызға, махаббатқа күресіп жатқаныңызға. Сау болыңыз, рахмет. Сыйлыққа жеміс жидекке. Әрине. Сау болыңыз.